Көкірегі жарқын, жүзі сәулеге толы адамдармен жолығысудың өзі бір бақыт. Олармен әр жүздескен сайын парасат пайымына, ізгіліктің нұрына бөленіп, жан дүниеңді өрге қарай қамшылай түсесің. Жанай Беркалыұлы Атырау ел айдынында, Нарын өлкесінің сайын даласында ер қадірі еңбекте деген ұлылықты сөзбен өмір сомдаған ерен тұлға. Табиғи дарындар қашанда өз өрісін табады. Репрессия зауалынан жазықсыз шаталып, елге оралмаған әкесінің тәлімін көре алмаған бозбала еңбек етуге ерте машықтанды. Колхоз тракторшысы, кеңшар шофері қызметінде жалындылық танытқан ол, Алматы мал дәрігерлік зоотехникалық институтының босағасында біліммен сусындады. Алатау бөктерінде жүріп, жастығының жалынын үрлей білген 8 қырлы жігіт өмір сүрудің, адам болудың тағылымды жолдарын таңдауды үйренді. Ойы асқақ, сан түрлі қабілеті зор ұстаздары мен қиын шақтарда да күрмеуі үзілмейтін шын достарды жағалап, жақсы адам күн сияқты. Одан төгілген шуақ жаныңды жылтат деген сөздің парқын ерте ұғынды. Облыс ауыл шаруашылығында еңбек еткен 40 жылдың алғашқы баспалдағы Қиғаш бойындағы Құрманғазы ауданы шаруашылықтарынан бастау алды. Керім маралдай созылған сағымданған дүбірлі өлкені 4 түлік малға толтырған малшылардың арасында атпен жүріп, олармен бірге табысқа бөленуді мақсат тұтты. Қиыншылықтарға қарсы жүзе білетін, батыл шешімді жас жігіт Жанай Беркалыұлы директор басқарған Интер ауданының Амангелді, Исатай ауданының Чапаев, Заборын, Махамбет ауданының тәжірибе станциясы ұжымдарының аймақтағы іргелі шаруашылықтар көшін бастап, облыс экономикасына мол табыстар тасқынын құйғаны әлі де жадымызда. Ауыл шаруашылығы майданның жігерлі жауынгері Жанай Беркалыұлы іргелі істерге етене араласа жүріп, халықты жарқын жобаларға жұмылдыруға ұйытқы болып, әрі оларға жан-жақты әлеуметтік тұрмыстық жағдай жасауға ерекше құлшыныспен тер төккен тегеурінді тұлға. Кемел ойлы, ұйымдастырушылық шеберлігі үнемі табыстарға толы халық құрметтісіне Исатай және Махамбет аудандарының әкімі, облыс әкімі орынбасары, облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының бастығы сынды жауапты қызметтер сеніп тапсырылды. Басшы болып кабинеттік басқару жүйесіне мүлдем дағдыланбаған Дүздаланың тарланына ұқсас Нарынның ақиығы, азғыр мен тай сойған, ойыл мен Қиғаш арасындағы еңбекпен тыныстаған қалың елдің ортасында жүрді. Қай лауазымда жүрсе де, Құдай қалыптастырған көркем мінезінен ауытқымаған, ақылдан жаратылған жан кез келген адам айта алмайтын, кез келген пенде көтере алмайтын ең ауыр жүк, шындықпен кез келген адам жете алмайтын ең биік өмір биіктігі, адамгершілікті қос қанат серігі іспеттес қастерледі. Дарын ішкі қазына, даңқ сыртқы қазына деп сөз қалдырған Қадыр Мырза Әлінің сөзіне сәйкес, ішкі дүниесін үнемі жаңғыртып отыруға, жаңашылдықпен алға қадам жасауға дағдыландырды. Тұлпар бәйге алмайды, бабы келмей, өмір болмайды, бәрін көрмей, жаман менен жақсыны білу қиын, ащы менен тұщының дәмін көрмей. Алға ұстасаң абырой, бетке ұстасаң бедел бола білетін ел басқарудағы ойшылдықтары мен қадамдары сан қырлы, кісілік сипаттары сары алтындай сырлы. Оңайбай Көшеков, Есен Тасқынбаев, Мұсабай Сағымбаев бастаған көшбасшылардың кеңестерін үнемі өзінің идеалы бастамаларына шашаусыз пайдалана білді. Табиғи жаратылысында көкірегі бұлақ, нәрі қазына бабалардың сарыны бар. Қай жерде де көштің басында жүріп, мәдениеттің насихатшысына айналған өнерлі азамат өзі басшылық жасаған ауылдарда бірнеше өнер ұжымдарын құрып,
ауыл мәдениетінің асқақтауына кең жол ашты. Чапаев кеңшарының басшысы бола жүріп, кешкісін өнер тұнған сахнадан табылатын өнерпаз, директор бастамасымен құрылған ауыл шаттығы фольклорлық ансамблінің халықаралық Каспий достық теңізі жастар фестиваліне қатынасуы өнер мен мәдениетке құштар жанның тарихқа қалдырған көптеген жеңістерінің бірі ғана. Батқан күн ұялғандай қараңдады, атқан таң сараң жандай қадамдады, сонда да балқып толқып жылу төкті, жандырып қарашықтай жанардағы. Жанымның жақсы көрген адамдары, жанымның жақсы көрген адамдары. Еңбектің отын маздатқан, сөздің шырағын жаққан жанай сері таланттың қанмен келетін қасиет екендігін жанға жағымды әдепті қылықтар арқылы айналасына үлгі қылып өткен хас шебер. Көңілі кеңділігі мен адамдарды зерделей білетін қабілеті оның ұлтымыздың зиялы тұлғаларымен достық, сыйластық қарым-қатынас орнатуына кең жол ашты. Жанның жақсы көрген адамдары ұлтымыздың ұлылықты тұлғасы Загаш Камалиденов, республикаға танымал дәрігер Қайыржан Абисатов, дәулескер күйші Азидолла Есқалиев, сахна саңылағы Чапай Зулхашев, Астрахань облысы жолдастық қазақ қауымдастығы төрағасы Никита Сейітұлы сынды ата әйгілі азаматтарды төріне шығарып, ұзақ жылдар бойғы сыйластықты байланыста болды. Жасандылықсыз, боямасыз, жатырқаусыз дала перзентінің ғұмырын сомдаған Жанай Бергалұлының жоғарыдағыдай жасампаз жылдары мемлекет тарапынан әділ бағаланып, ол Атырау облысы, Құрманғазы, Исатай, Махамбет және Ендер аудандарының құрметті азамат атақтарын иеленумен қатар 2016 жылы құрмет орденімен марапатталды. Жанай Бергалұлы жанына жақын, ең ыстық көрінетін жетістігі 1983 жылы Мәскеу қаласынан қорғаған диссертациялық ғылыми еңбегі. Ғылыми жетекшісі ресейлік ғалым, биология ғылымының докторы Безруковтың Батыс Қазақстанның шөл және жартылай шөлейт аймағының жағдайында қаракүл қойы мен түйенің тұқымдылығын арттыру еңбегі кейіннен облыс ауыл шаруашылығы саласында тәжірибеге ұштастырылды. Алматы қаласының Сардар баспасынан басылып шыққан жаңа туған ай ғұмырнамалық хикаятының әр парағы адалдық, сыпайыгершілік, қарапайымдылық атты 3 қасиетпен жүздесе, қос ғасыр несібесімен сусындаған азаматтың жарқын жылдарына жерлестерін тағы бір мәрте жақындата түседі. Айналасына әрдайым шуақ шашып жүретін Жанай аға Бергалұлының рухы сөнбеген алтын арай шабағы әлі де ел жұртына нұрлана төгіліп тұр. Сөнбейтін мәңгілік сәулелер осылай жарқырайды.